Сәлем, менің коллегам. Бүгін медицинаның основасының бірі болған анатомия жайлы толық ақпарат беріп кететін боламын. Оны қалай дұрыс оқу керек, қалай ұмытып қалмайтындай дәреже жеткізу керек, түсіну керек пе, жаттау керек пе, не болмаса ұмытып қалған күннің өзінде ертең бір рет қайталап алып, қайтадан сол жүйені реттеп алу үшін не істеу керек? Бүгін осы сұрақтарға қысқаша болса тоқталып кететін боламын. Видеоны соңына дейін көрсеңіз, сізде кәдімгідей жүйе қалыптасуына мен сенімдімін. Каналға тіркеліп, лайк басып, қолдап кетсеңіздер, мен қуанышты болушы едім. Сіздермен мен доктор Оразбек кеттік. Жалпы анатомия керек па, бізге жоқ па деген сұраққа айтатын болсақ, достар, егер сіз медик болсаңыз, ол врач болсын, медперсонал, кез келген медсестра, медбрат, сіз анатомияны білместен ары қарай жүре алмайсыз. Да, өздеріңіз алдап жүрулеріңіз мүмкін, типа мен білем ғой, мынау деп. Жоқ. Егер сіз международный деңгейде болсаңыз, тем более қажет болады анатомия. Анатомия сіз ешқайда бара алмайсыз. Хирург болсаңыз кесу керек, даже терапевт болсаңыз хотя бы анатомиялық орналасуын білу керек. Қай орган қай жерде, қай органның қандай бөліктері бар. Мысалы үшін асқазанның именно қай жерінде гастрит болып жатқан білу үшін де хотя бы анатомия керек. Онсыз ары қарай бара алмаймыз. Түсінікті ғой. Анатомия керек екен, енді оны қалай оқимыз, ол қиын ғой дейтін болсаңыздар, жалпы анатомияның частары бар, яғни бөліктері. Ол остеология, ол миология, сплахнология, нефрология, ангиология. Яғни сүйектер, бұлшықеттер, ішкі органдар, сосын нерв жүйесі және қан-тамыр жүйесі да. Дәл осылардың барлығын рет-ретімен өзінің оқу жүйесі бар. Сіздерге айтайын, қазір бізде маркетинг сондай қатты дамып кеткен, бүкіл жүйе бойынша бізде анатомиядан курс бар, мынау дейді. Анатомиядан курсқа барған жақсы, бірақ остеология, миологияда чуть не стоит, потому что ол жерде сіз қаласаңыз да, қаламасаңыз да, по-любому жаттауыңыз керек. Ал жаттау үшін өзіңіз әрекет жасауыңыз керек. Курстағылар миыңызды бүйтіп ашып, қойып қоймайды. Сол үшін просто так оқисыздар. Қалай оқимыз? Вот, осы сұрақ. Қалай оқу керек? Қайдан емес? Курстан емес, то есть қалай оқу керек дейтін болсаңыздар, остеология, ол сүйектер, дұрыс қой да. Сүйектерді сіз представление болмаса, яғни біздің миымыздың дұрыс жұмыс жасауын білмесеңіздер, түсінулеріңіз қиын. Біздің миымыз елестету, салыстыру арқылы жұмыс жасайды. Мысалы үшін бала кезіңізде елестетіп көріңіздерші. Мысалы үшін қарапайым парта деп алатын болсақ, стул да. Стул десе сіздер көз алдарыңызға уже көздеріңіз жұмсаңыздар, бетінде мынандайы бар, 4 аяғы бар, немесе парта десе 2 несі бар, кәдімгі сол елестейді. Оны сіздер бірінші партаның 2 аяғы бар деп жаттамағансыздар ғой, дұрыс па? Бірінші көрдіңіздер, түсіндіңіздер, мынаны осындай екендігін білдіңіздер да. Сосын барып, мұның аты парта екен ғой деп түсіндіңіздер. Дәл сол сияқты елестет. Мысалы үшін блокнот деп айтатын болсақ, бірінші сіздер блокнот десе көз алдыңызға мынандай дүние келеді. Бірақ бұрын блокнот деген дүниені білмеген кездеріңізде, мысалы үшін бала кездеріңізде деп айтайық, блокнот десе не келетін еді? Ештеңе келмейтін еді көз алдыңызға. Дұрыс па? Бәрімізде солай болған. Бірақ мынаны оқып, ұстап көріп, қарап, бұның парақтары бар екен деп реттеп, зерттеп көрген соң, мынаның аты не дейтін болсақ, бұл блокнот десе, осы ғой деп миымыз тарс етіп прикрепить етіп қойды. Потому что мынаны біз елестете аламыз, миымызда воображениесі бар. Дәл сол сияқты біз воображение қалыптастыруымыз керек миымызда. Ол үшін просто барып ұстап көру керек, бүйтіп остеология, сүйектерді. Анатомия кафедрасына барасыздар, кез келген универлеріңіздің кафедрасына, анатомияға барып өздеріңіз апайларыңыз айтасыздар. Апай, біз сабақтан кейін қалып, группамен болсын, жалғыз болсын, басқа группаның 2 студентімен қосылып жиналып, сүйектер талқыласақ бола ма дейтін болсаңыз, олар сіздерге келісім береді. Лаборант сіздерге сүйек береді. Кешкі 6-ға дейін сағат 2-де сабақтарыңыз бітсе, кешкі 6-да университет жабылатын болса, ол уақытқа дейін сіздер смело сүйектердің бүкіліні қайталап, түсініп, жаттап аласыздар. Мысалға бірінші баратын болсақ, ол вертебрада, яғни омыртқа, атлас, аксис айырмашылығы не дейді. Сіз оны жаттасаңыз, вообще түсінбей, елестетпей жаттасаңыз, вообще ұмытып қаласыз. Апайдың алдына барғанда вообще тупиттап қаласыз. Или просто мықты память болса, зубрит етіп бересіз. Оны түсіне алмайсыз ары қарай, не болады, не үшін оны білуіміз керектігін. Мысалға айтатын болсақ, осы оны түсіну үшін атлас пен аксисті қолыңызға алып, айырмашылығы, мына жерде фациясы мынандай, беті мына жерде мынандай екен, мына жерде шығыңқысы бар екен, мына жерде шұңқыры бар екен деп, вот
осылай салыстырып жаттасаңыз миыңыз прям идеально қалыптаса не қылады. Ертең қолыңызға былай берсе сіз аксис аласыз, яғни мойын омыртқаны аласыз, мынау мынандай түрлері бар, айырмашылығы мынадан мынандай деп айтасыз. Например, несі бар ғой, кеудесі, денесі қалың, мынаусы не деп, дәл солай айырмашылығын айтып бере аласыздар. Ол үшін ұстап көру керек, кәдімгідей ұстап. Мынандайдан қазір 1 минут ұстап, мысалы сүйек деп алатын болсақ бар ғой, мына жер ручкамен, мына жер мынандай, мына жер мынандай, мына жер мынандай, мына жер мынандай деп жаттау керек. Сонда ғана сізде жақсы түсінік қалыптасады. Бұл остеологияда. Ол бүкіл сүйектерге қатысты. Бүкіл сүйектерге. Ең қиын сүйек бізде ол самай сүйегі, 8 каналы бар, и жамбас сүйегі, ос коксы, оның түрлері чуть андай жерлері көп. 3 сүйектен құралған, оның мынандай жері бар, мынандай беті бар, мынандай қыры бар деген. Олардың бәрін сіздер тупа жаттап қала алмайсыздар. Қиын ол. Бірақ оны түсініп алуға болады. Мысалы үшін алдыңғы беті бар, артқы беті бар деген сияқты, например, фацес антериор, фацес постериор деп қойып, четко сөйтіп жаттап қалуларыңызға болады. Бұл сүйектерге қатысты. Енді одан кейін самай сүйегіне келетін болсаңыздар, оны схемасы болады, любой кафедрада дәл сол каналдардың схемасы бойынша жаттап қалсаңыздар болады. Яғни бір каналмен медиальный кетті, латеральный шықты, жоғарыдан шықты, қайсы тесіктен қалай кірді. Ол ертең сіздердің лор сабақтарыңыз басталған кезде қатты қажет болады. Өйткені самай сүйекте бізде слуховой аппараттар орналасқан, олардың әрбір нерві бар, шығатын жері бар, артерия кіретін жері бар, дәл солар маңызды. Бас сүйегіне келетін болсақ, тоже самый краниумды, яғни бас сүйекті аласыздар да, былай кәдімгідей мынаны елестетіңіздер, бас сүйегі депті. Мына жер, мына шұңқыр мынандай, мына шұңқыр мынандай, мына жерде мынандай бар екен, мына фиссура орбиталис, мына жерде ламина криброза, мына жерде мынандай шұңқыр екен, мына жерде туберкулум не деп айтасыздар. Вот осылай айтып кетесіздер, яғни акципиталис, фронталис деп. И жаттаған кезде өтініш сіздерден латинский жаттаңыздар. Қазақша емес, мүмкіндік болса да орысша да жақсы, біздің Қазақстан СНГ-ға өтеді ол. Бірақ сіздер международный дәрежедегі врач болуды армандасаңыздар, міндетті түрде латинский білулеріңіз керек. Қазірден бастап сіздер латинскийін реттеп алсаңыздар, мықты қылып алсаңыздар, ары қарай ол бүкілінде қажет болады. Өте көп керек болады. Например, коста, да, это қабырға, мускулус интеркосталис. Бұлшықет, қабырға аралық бұлшықет. Мускулус интеркосталис деп айтады. Интервертебрале деп айтады, яғни қабырға, омыртқа аралық бұлшықеттер деген. Дәл сол сияқты осылай жаттап қалуға болады. Сүйектерді просто тупа жаттау керек, мен сіздерге айтайын. Оны сіздер бір жерге барып үйреніп, анау жоқ. Сіздерге зор лайфхак осы. Барасыздар кафедраға, аласыздар, сүйектерді реттейсіздер, көресіздер. Біреуге түсіндіріп беріңіздер, сонда сіздер мощный түсініп қаласыздар. Қасыңызға группаласыңызды алып алыңыздар. Жүр, бүгін мен саған омыртқаны түсіндіріп берем. Жүр, мен саған бүгін төменгі инфериор жақты түсіндіріп берем. Яғни аяқтарды типа феморалис, тибиалис деп айтып жаттап, сонымен четко түсініп аласыздар. Әрбір сүйекті ұстап көріңіздер. Әрбір сүйекті мынандай, мына жер мынандай, мына жер мынандай деп. Сонда сіздерде өте жақсы түсінік қалыптастырады. И екіншіден клиникалық жағымен байланыстырып жаттасаңыздар, одан да жақсы болады. Например, осхумерсті алатын болсақ, оны колум анатомикум, колум хирургикум деген бар ма, дұрыс па? Именно не үшін хирургикум? Потому что адам құлаған кезде, былайына түсіп қалған кезде, именно осы хирургиялық мойны сынып кетеді. Сол үшін оны хирургиялық мойын деп қойған. Дәл осылай сияқты, бұл бір мысал. Дәл осылай сияқты клиникамен байланыстырып жаттасаңыздар, тоже самый сіздердің естеріңізде қалады. И тағы да айтайын, латинский жаттау керек. Сонда сіздердің миларыңызда хоть бір жақсы нәрсе қалыптасады. Ертең қазақшасын ұмытып қалуыңыз мүмкін, ертең орысшасын ұмытып қалуыңыз мүмкін, бірақ латыншасы миыңызда тұрады. Например, фосса деп тұрады, фиссура деп тұрады, форамен деп тұрады, например. Вот осылар ертең керек болады сіздерге. Экскавация, например, анатомически қарайтын болсақ. Одан кейін миология. Миология тоже самый, ол вообще тупо жаттау керек. Планшетті аласыздар, университетке барып, так, мынау мускулус дельтоидеус, яғни ол мына жерден басталып, мына жерде аяқталып жатыр. Мускулус бицепс, мускулус трицепс, екі басты, үш басты бұлшықет, ол мына жерден басталып, мына жерден аяқталынады. Оның қызметі ротациялық, яғни бүгу, жазу. Одан соң кәдімгідей бұлшықет ұстайсыздарда планшетпен істеу керек оны. Оны тупо жаттау деген болмайды, кәдімгі бүйтіп чувствить етіп алу керек.
осы жерде тағы да бір лайфхак сіздерге, лайфхак емес, ескерту. Кім хирургиялық бағытты таңдайды? Кім? Любой болсын, лор болсын, общая хирургия, торакальная хирургия, нейрокардио, без разницы, хирургияның бағытының бәрі анатомияны өте жақсы, жоғары деңгейде білу керек. Өйткені әрбір бұлшық етті кескен бар, тігу бар, оны тігу, бұл айтқанда бүкіл хирургияға анатомия керек болады. Одан кейін мускулусты ұстайсыздар, мускулус трицепс, мускулус латиссимус дорзи, дәл осы арттың бұлшық еттері, мускулус пекторалис майор, мускулус пекторалис минор деп кеуденің бұлшық еттерін дәл осы латинский жаттап қалсаңыздар, сіздер қай жерін бастап қай жерін аяқталуын ұмытып қалуларыңыз мүмкін, бірақ аттарын ұмытпасаңыздар, соның өзі сіздерге өте үлкен плюс. Ертең бұлшық еттерді айтқан кезде, мысалы үшін мына бұлшық ет тікес, мына бұлшық ет тікес деп хирургтар айтатын болады сіздерге. Одан соң тағы қандай бұлшық ет? Бұлшық еттерді білгеннен кейін сіздер олардың арасында фоссалар болады, каналдар болады. Например, әрбір каналдың арасынан нелер өтетін? Нерв, артерия, вена, оларды біліп тұрсаңыз, вообще сіз прям суперский топ анатомиядан 100, как минимум 90 аласыздар. Осыларды біліп тұрсаңыз, например, мына жерде фосса кубити деп айтатын болсаңыз, или мына жерде екі канал бар, одан мынандай өтеді деп, не болмаса лакуна вазаурум, лакуна мускулорум деген бар, ол жерден мускулус пизалас майор өтеді, мынандай деп айтып беріп тұрсаңыздар, вообще апайлардың бәрі вау дейді. Реально айтамын сіздерге. Одан соң спланхнология, да, яғни ішкі органдар. Ішкі органдарға келгенде тоже самое. Планшеттерден пайдаланыңыздар, не болмаса органдардың макеттерін қолданыңыздар, елестету үшін. Жалпы анатомияны елестету керек. Ертең бүйтіп кесіп баратқаныңызда, мен мына жерді кестім, мына жерді фасцияны аштым деп мидан алдымен елестетіп тұрасыздар. Одан кейін сурет салып бастаңыздар. Сурет салған кезде, например, мына жерді қарасаңыздар болады. Мен мына жерде мойынның фасцияларын салған, блокнотқа әдемі қылып жазып алсаңыздар болады. Видеолар өте көп, не болмаса қазір кітаптарды көрсететін боламын. Қарап, например, тригону мынандай деп бүкілін жазып алсаңыздар, мускулус, например, стерноклейтомастоидеустан кейін мына жерде мынандай не бар, тригольник бар. И бұл тригольникте не орналасқан, соларды hem жазып алсаңыздар, вообще күшті естеріңізде қалады. Сіздер оны жай ғана қарап отырып та ұмытпайтын, естеп қалатын дәрежеге жетесіздер. Например, асқазан деп алатын болсақ, асқазанның мынандай частары бар, осындай бөліктері бар. Бауырға келетін болсақ, бауырдың екі десе, декстер, синстер, или майор, минор деп осылай жаттап қалып, сонда сіздерде жақсы есеп қалады. Мысалы үшін жерде тоже самое спланхнология кіріспе, мен бұл бірінші курста жазған нелерім, конспекттерім, ал мына жерде тоже самое көрсетілген ішастардың бағыты қандай, интраперитональды қалай жабылған, қай орган жабылған, оның барлығын сіздер кәдімгідей бүйтіп сызып алсаңыздар, вообще айтып тұрмын ғой, сіздерге елестеріңізден шықпайды. Например, мына жердегі ішек, descendens бөлігі, transversus, ascendens. Достар, мен мыналарды вообще қайталамаған, мен осылар как сіздер сияқты бірінші курс кезінде оқып кеткен, бірақ жазып біздің ағайымыз мықты болды, осы жолды көрсетті, и мен ағайымның жолын сіздерге ұсынып тұрмын. Бұл менің шығарғаным емес, бұл уже келе жатқан дүние. Например, связкалар, тамақтағы байламдарды, ларингстағы қалай байланған, қалай түзілген, десе қалай жабылады, соның барлығы, мысалы үшін өкпенің түрлері, бұл спланхнология. Осыны сіздер сызып алсаңыздар, сызып прям кәдімгідей, мысалы үшін мына жерде тоже самаймен жазып көрсетіп қойған екен, өкпенің нелерін, сегменттерін, ертең сегменттерін, например, полисегментарный пневмония деп тұрады. Ол кезде сіздер сегменттерін білуіңіз керек. Анатомия керек. Система орогениталия, яғни бүйректен басталынады. Рен деп жазып қойып, кәдімгідей артынан оның екі бөлігі бар. Хилус бар, например, креберісі да. Оның бөліктері бар, қалай немен жабылып тұрады, қалай байланысады. Осының бөлік, тостағаншалары қандай, пиелонефрит не, гломерулонефрит не. Осының бәрі анатомиядан шыққан. Пилос, яғни не, тостағанша деп айтатын ма қазақшасы? Вот осылай. Анатом несі? Қанмен қамтамасыз етілуі қалай жүріп жатыр? Дәл осылардың барлығы көрсетілген. Осылай жазып алыңыздар сіздерді. Например, нефрон, да? Нефрон неден тұрады? Капсула неден тұрады? Оның
генле ілмегі не, қалай тұрады, осының барлығы бұл анатомия. Артынан сіздер физиологиясын оқып алсаңыздар вообще идеально, яғни қай жерден қандай не сорылады, глюкоза қай жерден обратно сіңіріледі, солардың барлығын реттеп алсаңыздар, сіздер нұр үстіне нұр болады. Яғни оқытушыларыңыз да риза, өздеріңіз де дым уайымдамайсыздар. Нервтерге келген кезде тоже самое осылай сызып алыңыздар. Менің ойымша сіздерге түсінікті болды сплахнология, оны сызып түсініп алсаңыздар жақсы. Одан кейін ангиология, не болса неврология. Неврологияға келетін болсақ, ең бірінші жұлыннан басталады. Жұлынға келген кезде осылай тоже самый сызып алсаңыздар, бояп алып, қай жерінде қандай мүйізі бар, қандай мүйізінен қалай шығады. Вот, мынаны қараңыздар. Мидың бөліктері қалай түзілген, гирус прецентралис, гирус постцентралис, сөлкус централис, сөлкус сагиталис, вот осылардың барлығын жаттап қалған едік біз кезінде. Мынандай бөлігін сызып аласыздар, четко қылып, әдемі қылып реттеп аласыздар да, все. Ертең неврологияға барғанда қатты қажетке болады. Например, мынау қай центр, қай не жұмысқа атқарады, например, акципиталис көруге, темпоралис ол слуховой анализаторлар, яғни нервтер, соларға, и мынау ядролар. Вот осындай ядролардың бәрін жазып, мынандай екен ғой деп тұрып жаттап алсаңыздар, именно осы ядролардан ертең 12 жұп нервтер басталады. Не болса осы жерге келіп аяқталатын болады. Вот, одан соң 12 жұп нерв. Әрбір нервті жазып алыңыздар, әрбір нервті сызып алыңыздар, әрбір нервті көріңіздер осылайнан. Прям почувствуйте, реально почувствуйте. Мынаның барлығын, бұның бәрін мен бірінші курста салғам ғой. Бірінші курсқа салған күннің өзінде, например, нервус оптикусының екі жері, екі бағыты бар. Біреуі бір-бірімен хиатус, яғни қиылысады, қиылыспайды деп солай істегенбіз. Ертең неврологияға не болмаса офтальмологияға барған кезде именно хиатус зақымдалса не болады дейтін болса, көздің медиалды жағы істемей қалады, яғни көрмей қалады деп айта аласыздар. Ол қарапайым анатомия, потому что екі қиылысып тұрған жер бір-бірімен істемей қалды. Қиылысы бұзылды, значит, мына жағы кетті, бір нерв бұзылды деген сияқты. Бұл 12 жұп нерв. Әрбір нервтің ядролары бар. Дәл осыны жазып алыңыздар. Ертең сабақ айтқан кезде, анатомия сабақты айтқан кезде барып нервті кәдімгідей доскаға салып былай апайларыңызға айтатын болсаңыздар, вау дейді, жүздеріңіз қойып береді, егер баға үшін оқысаңыздар. Ал дальше сіздерге өмірлеріңізге бұл айтқанда қажет болады. Мына ядро деп. Түсіндіріп беріңіздер түсінбей тұрған студенттерге. Сонда сіздерде вообще күш шығады. Өйткені біздің миымыз тоже самый біреуге түсіндіріп беру арқылы түсінеді. Түсінікті ғой, да? Одан соң нерв кетті. Әрбір нервті мен салып шыққам. Әрбір нервті. Өйткені бұл маған керек болғанын білгем. И мен бір рет салып қойдым анатомиясында. Осы суретті мен 7-ші курсқа дейін қолдандым. Әр сабақта керек. Например, офтальмологияда керек болады, неврологияда, лорда керек болады, бүкіл хирургияда керек болады, бас жақ сүйектің аурулары келген кезде. Мыналар, например, sulcus sagittalis superior, sulcus transversus, айтпақшы осы жерде де тоже самое лорда 4-ші курста өтіледі. Sulcus средний атиттің осаженесі қандай дейтін болса, мына жерде sulcus деп мынау кешіңіздер, sinus transversusқа, sinus transversустың несі гной болуы деп айтады, яғни сол жерге іріңнің өтіп кетуі деп айтылады ғой. Nervus facialis, например, да, бет нерві. Ол зақымдаған кезде жартысы істемей қалады. Соның барлығы, это барлығы анатомия. Одан соң мына жерде каналис obturatorius, каналис inguinalis, Пупартов каналы, Майер, Минер, бүкіл жазып алған. Қазір маған ностальгия болып отыр. Например, мына жерде полный жазып алсаңыздар болады. Бір блокнот анап қойыңыздар, бүкіліне жететін болады. Мен сіздерге гарантия беремін. Например, мынау көздің анатомиясы. Бірінші курста көздің анатомиясын бүйтіп секіріп өтіп кетеді біздің университеттегілер. То есть в целом, да, көп медиктер. И қарапайым миопия деген кезде оларды түсінбей тұрады. Зрачок қай жерде вообще түсінбей тұрады. Алдыңғы камера, артқы камера не білмей тұрады. Потому что оқымаған.
секіріп өтіп кеткен. Жүректің үлкен қан айналым, кіші қан айналым системасын білмейтіндер бар. Бұл уже жүрекке келдік. То же самое это ангиология, да? Ангиологияда да дәл осылай біреулеп жазып отырсаңыздар, сіздердің миларыңызда вообще идеально қалады. Например, мынау артерия максиляриста оның қандай бөліктері бар, қалай түрлері бар, особенно стоматологтарға керек. И ЧЛХ-ға баратындар, лор офтальмологияға баратындардың бәрі білу керек. Аорта, дәл осы аортаны салып қойып, ертең түсініп алсаңыздар, бауырдың, например, трункус целиакуста қалай жазылған, қалай болады. Мұның бәрі схематично, схемамен болу керек. Миларыңызда бүйтіп елестететіндей болып. Например, қандай айтсақ болады? Спайдермен, да? Человек-паук, өрмекші торы қандай дейтін болса, былай қазір көзімізді жұмсақ, миымызда елестетіп тұр ғой. Біз салып бере аламыз. Көзімізді жұмып, мынандайды да салып бере алатын дәрежеде болуымыз керек. Сонда сізде ертең анатомия ішті кескен кезде, мынау трункус целиакус деп кәдімгідей пинцетті ұстайсыздар да, көтересіздер артерияны. Это трункус целиакус, мынау мынандай тармағы, мына печенге барған деп холецистектомия, яғни өттің алып тастауының удалениясы болатын болса, сол артерияларды қысасыздар да өтті удаление жасап тастайсыздар. Оны білу үшін анатомия керек. Қолдың артериялары қандай? Саусақтардыға баратын, яғни фалангаларға баратындар қалай? Тарси, метатарси деп айтылады латинские. Мына жерде мезентерика супериор мен мезентерика инфериор қосындысы қалай? Қалай қосылады, қалай жүреді бір-бірімен, қалай байланысады, реалановая дуга дегенне, осының барлығы керек болады. Ертең сіздер анатомияны біттік, все, пока деген болмайды. Ертең сіздерді алдыларыңыздан мынандай сабақ шығады. Топографическая анатомия. Бұл анатомияның братаны. Сіздер егер простой анатомияны білмей тұрсаңыздар, простой деп айтып болсын, базалық анатомияны білмей тұрсаңыздар, топографияны білмейсіздер. Қазір анатомияда сіздер бөліп өтесіздер ғой. Ертең топографияда вообще сіздерге іш қуысының топографиясын айт дейді. Сол кезде сіздер кутис, тері, кожа, подкожная жировая клетчатка, одан кейін фасция, фасциядан кейін мускулус, абдоминус, экстернаны кестім, не болмаса трансверсуды кестім, одан кейін мынаны көрдім, шашырқайдың мынандай бөлігі, оны кескен екен, мынаны көрдім, мына ішек тұр, ішектің астында мынандай тұр деп. Дәл осылай послой айтатын боласыздар. Ол топография, ол үшін анатомияны мықты білулеріңіз керек. Канализ, ингуиналистер, канализ, хорда, тимпани, жаңа айтып өткеттім ғой мен, самай сүйегінің каналдары. Дәл осылай каналдарын сіздер жаттап қаласыздар. Канализ фациалис деген бар, например, канализ мастоидеус. Егер қаласаңыздар, мынаны мен бәрін неғып жібере аламын. Бүкіл интернетте тұр, ютубта бар ғой, без проблем. Потом топография уже. Топографический анатомияны салып кете бересіздер. Біреуін салып қоясыздар, сол сіздерге өмірлеріңіздің соңына дейін жететін болады. Ары қарай кишечные швы, Ламбер бойынша, Мультановский, Лебертан. Дәл осылай екі бұлшық етті, екі ішекті қосатынымыз деп айтасыздар. Достар, осы мен түсінікті деп ойлаймын, қалыптасқан шығар, қалай оқу керектігін да. Схема, потом қолмен ұстау, елестету, жаттау. Түсіну, клиникамен байланыстыру. Неге олай болады, бұлай болса не болады, мынандай болса не болады деп. Аппендикс фермиформис да, сол не үшін, потому что ол жерде егер бірдеңе болып қалатын болса, воспаление болатын болса, аппендицит болады, оны удаление жасау керек. Ол үшін мына артерия қысылады деп білу үшін де анатомиясын білу керек. Анатомияны білу, түсіну үшін тағы да бір жақсы кітап, ол Фрэнк Неттер. Бұл менің телеграм каналымда тұр. Электронный вариантты сатып аламын десеңіздер, флипте бар. Қазір мен бұны бірінші курс кезінде, екінші курста алғам, 4-те издание, 4-ші издание, қазір 8-ші ма или 6-ші издание шыққан, 82 мың, 85 мың теңге көлемінде тұрады. Осындай кітап алсаңыздар болады, өмірлеріңіздің соңына дейін керек болады. Например, мына жерде бүкілі жазылған. Суреттермен бұл атлас, иллюстрация арқылы көрсетілген, бүкіл латынша варианты, сол үшін латынша жаттаңыз айтып отырмын, өйткені сіздер мынандай международный әдемі зор иллюстрациялық кітаптарды немецкий болса да оқи беретін боласыздар. Жүрек, например, да, жүректің қарыншалары қалай, кескен кезде қалай көрінеді, бүкілі тұр. Особенно кардиохирургтарға, мен достарым қоймайды. Әрбір омыртқаға не беріліп кеткен, ерекшелігі қандай,
қандай фастасы бар. Вот осындай кітаптарды алып алсаңыздар болады. Мынау мидың қалай қамтамасыз етілуі Фрэнк Неттер скрин деп алсаңыздар болады. Не болмаса менің телеграм каналыма кірсеңіздер, сол жерде тұр Неттер десеңіздер, ішіне медлитературамен қоса. Достар, мен айтқым келгендері осылар. Еш уайымдамаңыздар, қатты қорқып паника ұстап құлап қалам деудің қажеті жоқ. Оқытушылар да сіздер сияқты адам, просто олар сіздердің білгендеріңізді қалайды. Оқыса екен, білсе екен, көрсе екен, түсінсе екен дейді. Әрбір коллегасы мықты болуын анатомдарда қалайды. Сол үшін достар, просто оқыңыздар, берілместен, оңай жол қыдырмастан, қалай қыламын, кімнен оқым, кім үйретеді, курсқа барсам бекен бүйтіп. Курсқа сплахнологияда, ангиология, неврология можно, да, анатомический курстарға, но ангиология, миология мен остеологияда емес, өйткені ол жерде тупо жаттау керек. Отырып жазыңыздар, мен сіздерге полный кәдімгі істейтін жұмыс жасайтын нені көрдім, блокнот арнап қойыңыздар, бір кітаптарыңызды реттеп қойыңыздар, или топографический, прям топографиясымен үйренем дейтін болсаңыздар, бұл бірінші том, топографический анатомия Сергиенко, 2 томы да бар, ана жерде мен бірінші томы да тұр. Сатып алудың қажеті жоқ. Егер сіздерге прям керек емес болса, бұл жерде просто операциясымен қосып айтылған да, топография болған үшін. Реттеп алыңыздар. Кітаптарыңызды менің телеграм каналымда тұр. Егер қазақшасын түсінем дейтін болсаң, орысша түсінбейтін десеңіздер, Колесников бар қазақша варианты, Аубакиров бар жақсы жазылған, сосын орысшадан Синельников. Вот самый лучший варианты. Потом атласпен отырып қараңыздар. Бір рет қиналыңыздар, зато 7 жыл рахаттанасыздар. Ал қазір секіріп, үйтіп бірдеңе өтіп кететін болсаңыздар, 7 жыл қиналатын боласыздар. Соны ұмытпаңыздар. Не только 7 жыл, жалпы в целом өмір бойы. Әрбір артерия не, мынау қандай деп операцияға кіретін боласыздар, үлкен курс болған кезде. Сол кезде сізден сұрайды, мынау қалай қанмен қамтамасыз етіледі? Сол кезде сіз тық етіп айтып берсеңіз, оқ дейді, сен бірдеңені білесің ғой, что-то күштісің, молодец дейді. Ал білмей тұрсаңыз, өкінішке орай дейді. Сосын жүресіздер, не болады, не қояды деп. Так что берілмейміз, жақсылап түсініп, қалыптастырып аламыз анатомияны. Хорошо? Каналға жазуды ұмытпаңыздар, достарыңызбен бөлісіп кетіңіздер. Келесі видео, құдай қаласа, фармакологияны қалай оқу керек дегенге арналады.